Нұрсұлтан ғой? Нұрболат. Мен сол 15 шағымда онбасы болған. Мен бұрын әкемнен ақша алып барахолкіде саудамен айналыстым. Қыздардың сумкасын саттым, сотовый аксессуар саттым. Бірақ мен өзім сол кезде жұмысын дұрыс жүргізе алмадым. Мен кішкене тәжірибем жетіспеді, көп білместік көп болды. Содан осы өткен 2016 жылдың 12 айында жауап бәрін бітіріп әкеме бардым қайттан. Ақшасын қайтара алмадым, жартысынан ғана беріп өзім. Сен қарыз алдың ба әкеңнен? Әкемнен қарыз алғам ғой. Қанша? Мен осындай істеймін деп. 4 миллион теңге көлемінде. Өзің кәсіп істей ашамын алмаймын. деп? Ашамын мен дедім. Содан Әкем істей алмайсың деді, мен жоқ, мен істеуім керек дедім. Сондай өзім сөйтіп. Соны қайтадан алып бардым. Қайтадан алып беремін, сенен ештеңе шықпайды деді. 4 миллионды құрттың ғой? Иә, 2 миллион теңгесін әрең алып бардым. Жинап деп. Қалғаны товар астатып, анау-мынау қалды, мусор болып қалды былайша айтқанда, брак деген сияқты. Содан кейін бір ай жатып, содан Әкем кәсіпкер ғой? Әкем ба? Әкем негізі ауыл шаруашылығы, мал саудасымен айналысады. Содан мен YouTube-тан қарап жүріп, сол өткен бір жыл бұрын бизнес бастаудың бір видеосын көрген, бірақ ол кезде қатты әсер етпеді ма, мән бермедім ба, сондай болды. Содан кейін видеоны көре бастадым. Көрдім, сіздің бір-екі видеоларыңызды көрдім, бизнес бастаудың. Содан мен сауда істегенде бір жіберген қателіктерімді түсіндім да жерде. Мен неғып былай істемедім, мен неғып интернетке салмадым, мен неғып объявление бермедім, мен былай істеуге болады екен ғой, оказывается. Тест жасап алмадым, неғып алдын ала тексермедім. Деп түсіндім да, сосын мен бару керекпін дедім. Содан мен ақшаны қайдан алдым. Әкемнен сұрасам бермей қалды. Сосын айттым әкеме. Әкем маған 80 мың теңге бер, мен барып оқимын. Мен өз жағымды өзім тауып бағып кете алмасам, мен анау фазендағы апарып тастаңыз, бір жыл мал бағамын. Сонымен келістім, жарайды деп. 80 мың теңгені берді. Бастапқы ежт нүктелерін етегім 0 теңге дедім. Содан Алматыға келдім, бастадым, Талдықорған күн өзім, Қытайдан келгем. Бастап, содан бірінші апта мен товар сатып алатындай ешқандай нем болған жоқ, ойым болған жоқ. Товар сатып алған күннің өзінде пайда бола алмайды, мен ежт нүктелеріме жете алмайтын болдым. Содан іздеп қарастырып жүрдім, жақын араласатын жігіт бар, дос бала. Соның әкесі диван сатумен айналысады, мягкий мебель. Сосын телевизордың подставка. Содан сол айтты, давай сен интернетке шығарып көр осыны деді. Бірақ сол кезде мен OLX-пен, неге ғана Инстаграммен ғана шығардым. Бір рет 2-7-8 объявление бердім, солай топқа шығарып көрдім ақырын. Содан маған бір 2-3 диван сатыла бастады. Бір 70-80 мың, 100 мың көлемінде түсті. Одан кейін, одан ары қарай оны дамыта берген кезде ол жігіт басқа біреулермен, басқа бір жігітпен серіктес болып, ол крашеный мебель шығаратын болып, олар өзіміз жасаймыз, біздің реклама өзіміз жасап аламыз деп өздері кетті. Содан кейін мен бір аяқ киім сататын тағы бір Қытайдан оптым, 2000-5000 парға дейін аяқ киім кіргізетін бір кісіні таптым. Ол кісінің аяқ киімдері келеді, қыздардың кроссовки, жігіттердікі, соларды бастап байланысып жатырмыз. Содан кейін бүгін уже бизнес бастауға келгенім 1,5 ай 8 ай болды ба? 1 ай 7 апта өтті. Содан кейін мен соның аптаның ішінде бір 2 апта, 3 апта бос уақыт болып қалды енді. Арада анаумен келісім бұзылып кетіп, басында таппай қап, 3 апта құртып алдым. Son 4 аптаның ішінде тапқан табысым 115 мың болды. 0 теңгеден бастап. Қазір енді ол тағы бір кісімен келісіп жатырмыз. Ол тағы бір 2-3 түрлі балалардың ойыншығы. Соларды алып кеп берейін, сен жарнама жасап сатып бер. Кәсіптің табудың түрін көп екенін, мүмкіншіліктің көп екенін көрдім. Мен ойлайтынмын басында, бастапқыда келгенде, мысалы, Салтанат 40 миллионға жоба жасап жатыр екен. Тағы біреу 15 миллионға заказ алып, 16 миллионға заказ алып дегенде, мен миыма кірмейтін ол. Одан кейін уже таргетингті үйреніп, сайт жасау, бір беттік сайт жасауды үйреніп алғаннан кейін, таргетингті үйреніп алғаннан кейін, рекламаны, краникті көргеннен кейін, ананың бәрін пайда қайда экономить етпей, бағаны көтеру, арзан жерін табу, келісім жасау, серіктес іздеу, барлығын үйренгеннен кейін барып, маған уже 5 миллион табу оңай нәрсе екен. Жолын білу керек екен. Тек сол неге дейін, мысалы, қандай қиындық болса да шыдау керек екен. Шыдамдылықты мен негізі мотивациялық кинолар бар ғой, соларды 2 рет 3 рет қайталап көрдім. Сондай біраз енді қиыншылықтар болды, кішкене азап. Бірақ сол кезде сол мотивациялық киноларды көріп,
солардан көп не алдым. Салыстырмалы түрде өзіңдікі қалай жылағанға ұяласың да. Иә. Соларға салыстырмалы түрде қарадым. Жарайды. Бір проблема келді, қиыншылық келді. Тек қана оны бір загадка, бір жұмбақ бар. Жұмбақ оны шешу керек. Не бүгін шешіледі, не ертең шешіледі. Бір уақыты болуы мүмкін. Тапсырма деп қарау. Иә, тапсырма. Соны осыны шешіп бітуім керек мен. Деп солай өзіме жоспар қойып, сонымен қазір шүкір жақсы, енді бір апта сабақ қалды, бір аптамыз қалды. Одан кейін ары қарай өзімнің жобаларым, сол өзім бір оптовый сататын бір-екі дүкен ашсам деп ойлап отырмын. Тапқан немді әкеме алып барып беріп, осы күзде Алла қаласа әке шешемді қажылыққа жіберсем деген арманым бар.